Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін мен сіздермен кішкентай балаларда болатын запор жайлы сөйлескім келеді. Яғни запор жайлы, іш қату жайлы сіздермен ақпаратпен бөліскім келеді. Мені қолдап лайк басып, каналға жазылып, өз ойыңызды жазып кетуіңізді ұмытпаңыз. Жалпы бізге көбінесе достарымыз, туыстар, врачтар айтады: банан, алма, қызылша, сәбіз, курага, яғни кептірілген өріктер бере бер, сонда баланың іші қатпайды дейді. Расында да олар көмектеседі, бірақ та бала оны күнделікті тұтына бермейді ғой. Бала даже қызылшадан, сәбізден езбені жегісі келмейді. Күнделікті жегісі келмейді, күнде жей жалығып кетеді бала. Сондықтан баланың негізі рационында осы тағамдар болған дұрыс әрине, бірақ та бізге, менің балама олар күнделікті көмектесе бермеді. Сол себепті врачтар бізге осындай хилоквордия, дюфалак, микролакс сияқты свеча дәрілер жазып берген болатын. Олардың ешқайсысы бізге көмектескен жоқ. Яғни әр баланың организмі әр түрлі ғой. Сондықтан менің балама олар көмектеспеді. Сондықтан біз фертальды алып көрдік. Фертальдың ішінде 6 штук болады. Балама күніне біреуін бердім. Содан кейін баламның іші қатқан жоқ. Яғни бұл ферталь баланың ішек жұмысының қалпына келуіне көмектеседі. Фертальды қалай ашу керек, қақпағын қалай бұрау керек, қанша штукты қанша күнде беру керек, барлығы ішіндегі қағазда жазылған, және оны ютубқа жазып көрсеңіз болады. Жалпы баладағы запорға немқұрайлы қарауға болмайды. Баланың күнделікті рационына не ішіп, не жеп жатыр, соның барлығын қадағалап отырыңыз. Басында өзім емдеп аламын деп ешқандай да дәрі бермей, баламның іш қатуы тоқтамады. Сол себепті мен фертальмен баланың ішек жұмысын қалпына келтірдім. Сіздерге пайдалы болсын деген ниетпен осы видеоны шығарып отырмын. Ал сіз балаңыздың іш қатуы кезінде не жасадыңыз, комментарийге өз ойыңызды жазып кетіңіз. Сіздермен болған пайдалы кеңестер. Барлықтарыңызға рахмет. Балаларыңыз ауырмасын, дені сау, үлкен азамат болсын.